Қайырлы күн баршаларыңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді, әрі 30 минутта дайын болатын, морозилькеге қатырып қалаған уақытта пісіріп жей беретін кереметтей манты әзірлейміз. Қамыры мүлдем езілмейді және жыртылмайды, дана-дана болып түседі. Осы рецептпен істеп көріңіздер. Ең алдымен қамырымызды дайындап аламыз. Мұздай суымызға тұзымызды салып, жақсылап араластырамыз. Алдын ала ұнымызды електен өткізіп дайындап аламыз. Ұнымыздың ортасын ашып, жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырамыз. Дайындап алған суымызды да барлығын бірден құймаймыз, 3 бөлікке бөліп, араластыра отыра ұнымызды қамыр илейміз. Құрамына не қосқаным, қанша граммнан қосқаным описание бөліміне жазып қалдырдым. Менің YouTube каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Әрбір жаңадан салған видеоларым сіздерге бірінші көрініп отырады. Сұйық майымызды да 2 бөлікке бөліп, осылай біріктіріп басын қамырымызды илеп аламыз. Өте дәмді болып шығады. Қамырымыз біркелкі илену үшін осылай бөліп біріктіріп аламыз. Міндетті түрде осы рецептпен істеп көріңіздер. Қамырларыңыз өте әдемі болып шығады. Осылай илеп алдық. Енді пакетімізге салып, жарты сағатқа қоямыз. Жарты сағатта 3 мәрте қамырымызды иін қандырамыз. Осылай біріктіре отыра. Видеода көргендеріңіздегідей жарты сағатта қамырымызды 3 мәрте осылай істедік. Пакетімізге салып қоямыз. Енді салмамызды дайындап аламыз. Мен салмамызға пиязымызбен тек ет қостым. Пияздарымызды 4 бұрышты етіп майдалап турап аламыз. Неғұрлым пиязын көптеу қоссаңыздар, сочный әрі дәмді болып шығады. Осылай пияздарымыздың барлығын турап, шұңғылдау ыдысымызға барлығын саламыз. Осылай пиязымызды салдық. Енді фаршымызды саламыз. Тұзымызды салып, жақсылап араластырамыз. Қара бұрыш қоссаңыздар болады. Осылай салмамызды дайындап алдық. Енді илеп алған қамырымызды пакетімізден шығарамыз. 2 бөлікке бөліп, домалақтап иінін қандырамыз. Дайындап алдық. Енді бір зола қамырымызды жайып шығамыз. Оны сеуе отыра. Бір келкі етіп, қамырымыздың ортасын баспай, 2 шетін ғана басып, бір келкі шығады сонда қамырымыз. Оны сеуе отыра, жоқ ағып қамырымызды жайып аламыз. Бұл рецептпен міндетті түрде жасап көріңіздер. Үйдегі барлық жанның көңілінен шығады. Осылай бір келкі етіп қамырымызды жайып аламыз. Қамырларымның барлығын жайып алдым. Енді қамырларымызды жинап шығамыз. 2 шетін алып тастадым. Осылай барлығын бірдей ғып 4 бұрышты етіп кесіп аламыз жинаған қамырымызды. Бұны ұзын ғып ашып, тағы да 4 бұрышты етіп қамырларымызды дайындап аламыз. Мантылеріміз орташа болғанын қалап, мен осылай орташа ғып істедім. Үлкен қылып істесеңіздер де болады. Бірақ орташа ғып істегендеріңіз әдемі көрінеді және жегенге де удобны болады.
салмамызды салып, мантыларымызды түйіп шығамыз. Осылай барлығын түйіп аламыз. Өздеріңіздің қалауларыңыздағыдай түйсеңіздер болады. Мен осы түрін ғана түйдім. Осылай мантыларымыздың барлығын түйіп дайындап алдық. Енді мантабаркымыздың астын міндетті түрде майлап, манталарымызды қойып шығамыз. Суымызды қайнатуға қоямыз. Бетін майлап, жарты сағатта пісіп шығады. Одан артыққа пісірмеңіздер. Осымен мантымыз пісіп шықты, сочный болып шығады. Егер 45 минут пісіретін болсаңыздар, суының бары ағып кетеді. Жарты сағатта 30 минутта пісіп шығады мантымыз. Міндетті түрде осы рецептпен істеп көріңіздер. Тарелкамызға салып, бетіне подливімізді құйып, ысына бересіздер. Сіздермен бірге болған таңжарқын, қош сау болыңыздар. Ұнап жатса лайк басып, комментария қалдыра кетіңіздер. Қош сау болыңыздар.